Барлықтарыңа сәлем, сендермен бірге мен Нұртілеу Шоу. Так, достар, бүгін бізде көптен күткен конкурстың жауабын анықталып, бізде уже 526 подписчик, қанша адам қатысқан көрейік. Так, видеомызға кіреміз, өзіміздің видеомызға. 53 лайк, 3 дизлайк, 222 просмотр, ема. Сонда 4-тен бірі лайк басқан қойды. Так, комментарияны көрейік. 51 комментарий, 51 адам қатысып тұр енді. Осылардан бір-ақ адам ұтады. Басқалар обидно, да? Енді Нұртілеудің боттары зың-зың, активың тың-тың ұлтып танымасаң жортсын дейді. Бәрі қатысқысы кеп қарашы, мықты комментарияларын жазған. Мен басылғанымша лайк басқам енді. Ал енді осы видеоның несін, яғни жауабын анықтаймыз. Ол үшін ссылкасын алайық осы видеоның. Копировать ссылку. Енді аламыз да, хромға кіреміз. Қазір хромға кіреміз. Қазір загрузкасы болбасын, лизон сайттың. Осындай сайт, так, уже айналып кеткен бе? Қазір мне повезет дегенді басамыз, сол кезде осыға айналады да, типа не істейді, комментария таңдап береді. Алып кеттік. МВП кімге бұйырады екен? МВП кімге береді? Дай. 100% болсын қазір. Рейлончик мен қатысам деп ВК-сын тастапты. Рейлон, сен ұттың. Рейлончик подписка оформление деп тұр ғой, мен қатысам деген астында. Яғни ол спонсорларға тіркелген. Оған енді МВП-сын берейік. Так, ВК-сына кіреміз. Осылай кіреміз. Так, мен стопқа қоя тұрайын. Так, міне ВК-сына кірдік. Адам хан страницасы жабық екен. Қазір сен көріп отырсаң, страницаңды ашып қой. Мен саған МВП-ның нигі мен паролін берем. Қазір не өкілді? Отправить заявку дейік. Короче, қабылдадым, маған жаз. Короче, маған друзья жібер өзінің ВК-нан. Мен ВК-м описанияда. Солай мен саған берем кезір енді. Мен қазір осы көп адам қатысып, енді бір адам ғана ұтқан соң, енді кішкене обидно болады. Так что мен тағы да VIP аккаунт ойнатаймын деп шештім. Қазір енді VIP аккаунтқа екінші орын, яғни VIP аккаунт. Оны кім ұтады екен, алып кеттік көрейік. Так, айналсын. Нұрдәулет ПВП, Алла разы болсын, мен алайыншы өтінем пж қатысам дейді. Так, подписка оформлена. Бұл бала да орындапты енді. ВК-ға кеттік. Нұрдәулет ПВП, сен VIP ұтып алдың енді. Что-то ашылмай тұр ВК-сы. Адам қанда тұр бағана. Так, ВК-ға қайттан кіріп көрейік. Міне Нұрдәулет Хыдышников дейтін ба? Осы шығар деп ойлаймын енді. Личный сообщенияға кіреміз. Так, қоып отыр что-то. Личный сообщение басып отсам ашылмайды. Так, қазір ашып болған соң жалғастырам. Так, міне достар, мен сын аштым енді. Маған 7 сентябрьде жазыпты. Бүгін қаншасы? Бүгін 12-сі. Уже 5 күн бұрын жазыпты. Бәрін орындадым дейді. Яғни уже мен ВК-мды білетін баға. Салам деп жазайық. Сен конкурстан екінші орын VIP ұтып алдың. Так, осылай жазақ. Енді мен VIP-тің нигін паролін көрсетпеймін, өзім жіберем. Если сен Нұрдәулет Хыдышников, короче, осы видеоны көріп отсаң, былай жаз қара. Мен VIP алдым. Осылай, короче, қалаған жаз, мен келесі видеода алған дәлелдеу үшін көрсететін болам. Яғни алдына қоям. Ал енді
тағы мен үшінші орынға ойнатқым келіп тұр. Үшінші орын яғни 20.000 коин, Greenwix серверінен 20.000 коин. Бұл кімге бұйырар екен? Ал енді кеттік. Тағы да айналдырамыз. Так, кімнің комментариясы шығады екен? Дони KZ красава дейді. Дони KZ список, подписка скрыть деп тұр, яғни мына жағы скрыть деп тұр, қазір көкпеңбек болып шығып жатыр, сол жерде. Сосын сенде ВК ондай қалдырым, ойбай не өкіл. Короче, сондай дым қалдырмаған, так что кешір. Кейін мен қатысам, подписка оформление деп тұр. Короче, кейін ұтты 20.000 коинді. Неген сұрап алайық енді ВК-сына кіріп. Қазір ВК аштым. Мейіржан Егоров па? Смысл жизни, короче, сондай бір әлі. Личныйға келеміз. Салам. Ой, короче, басылып кетті. Сен менің конкурсымнан үшінші орын орын ұттың. 20k коин никіңді жаз. Короче, мен келесі видео қашан шығатынын білмеймін. Енді келесі видео шыққан кезде сендерге сол 20.000 коин жіберген видеосын қоям, если ұмытып кетпесем. Ал енді давайте конкурсқа тағы да қатысыңыздар. 600-700 көп подписчикке тезірек жетсек, мен де тезірек конкурс жасаймын. Если тағы да конкурс қаласаңыздар. Барлықтарыңа давайте енді конкурс жеңімпаздарын құттықтап қойып комментарияға енді. Егер сіз ұтылып жатсаңыз өкінбеңіз, мысалы келесі жылы бір кезде ұтып қаларсыз. Так что мұңаймаңыз қатты. И не дейміз, давайте видео қашан шығатынын білмеймін, әйтеуір бір-екі айдың ішінде шығады деді. Білмеймін, короче, шығады.